Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы хирургиялық аспаптар, олардың түрлері. Ветеринарияда хирургиялық аспаптар жануарларға хирургиялық операция жүргізу үшін қолданылатын арнайы құралдар. Олар операцияны қауіпсіз, дәл және тиімді жасауға мүмкіндік береді. Мына суретте көрсетілген, яғни ветеринариялық хирургиялық аспаптардың негізгі жүйеленген түрлері берілген. Сабағымызда қарастырылатын сұрақтар: хирургиялық аспаптардың жалпы жіктелуі, кесу және ажырату аспаптарының түрлері мен қолданылуы, гемостатикалық аспаптар және олардың қызметі, тіндерді ұстау, бекітуге арналған аспаптар, жараны кеңейту және тігуге арналған құралдар, диагностикалық аспаптар, сүйек хирургиясына арналған арнайы аспаптар және арнайы ветеринариялық аспаптарды өтетін боламыз. Ветеринариялық хирургиялық аспаптардың түрлері, яғни кесу және ажырату аспаптары бар. Оның мақсаты тіндерді, яғни ұлпаларды кесу, ажырату, жарып ашу үшін қолданылады. Мысал келтіретін болсам, скальпельдер жатады, хирургиялық анатомиялық қайшылар, Метсен бауым қайшысы, мио қайшысы, резецерлеуші қайшы, остеотом, рондель және жил арасын пайдаланамыз. Гемостатикалық аспаптар, яғни қан тоқтатқыштарға жатады. Қан тамырларын қысып, қан кетуді тоқтату үшін қолданады. Оларға жататындар Хоккер қысқашы, москито қысқашы, Келли гемостатикалық қысқаш, Биллерод қысқашы, пиан қысқашы және артериалды қысқаштар жатады. Үшінші, ұстау және бекіту аспаптарына тіндерді, ұлпаларды, мүшелерді, теріні ұстауға арналған қысқаштар, пинцеттер, мысалы хирургиялық пинцет, анатомиялық пинцет, Зан қысқашы, Алисов, Крагель қысқаштары және тампон ұстағыш қысқаштар, яғни суретте көрсетілген қысқаштың түрлері, пинцеттің түрлері. Төртінші, тарту және жараны кеңейту аспаптары, яғни оның мақсаты жара шектерін ашық ұстайды. Мысалға, оларға жататын Фарапьев ілгегі, Гольдфан ілгегі, Григорьев ілгегі және жараны ашатын қос ілгекті ретракторлар пайдаланылады. Бесінші, тігу аспаптарына жараны тігу және инені басқару үшін қолданылады. Мысалға, инені ұстап тұру үшін Гегел, Мате әдістерін қолданамыз. Хирургиялық инелер, жіпті тартқыш пинцет, тігу материалдарына арналған кескіштерді қолданамыз. Алтыншы, диагностикалық және зерттеу аспаптары. Олардың қызметі қуыстарды зерттеу үшін, бөгде денелерді анықтау үшін қолданылады. Мысал келтіретін болсам, зондтар, тыртықтық, жатырлық, несептік жағдайда қолданылады. Сонымен қатар катетерлер, ректальды қолғаптар, спекулюм, қынап айнасы. Жетінші, сүйек хирургиясына арналған аспаптар. Ортопедияда және травматологияда қолданылады. Яғни сүйектің тістеулігі немесе кусачки деп аталады. Остеотом, рондель және жил арасы, трепан сүйек бұрғысы, фиксаторлар, пластиналар, стержендар. Яғни трепан бізде ветеринарияда қойда тентек, циноз ауруы болған кезде осы трепанация әдісін жиі қолданамыз. Арнайы ветеринариялық аспаптарға тек ветеринарияда жиі қолданатын құралдар жатады. Мысалға, кесір тілігіне арналған лапаротомия ілгектер, түйе, сиыр, жылқыға арналған акушерлік ілгектер, руминоцентез инесі, тыртықтық трепанатор, пастер түтіктері,
қой, ешкі, сиыр үшін қауіпсіз ұстайтын құралдар фиксациялық. Яғни малмен жұмыс жасаған кезде біз малды бекемдеу үшін осы фиксациялық әдістерді жиі қолданамыз. Және де кесар тілігіне арналған, яғни жаңа аспаптар біз акушерлік жағдайда жиі қолданамыз. Қорытындылай келе, ветеринариялық хирургиялық аспаптар жануарларға жасалатын операциялардың қауіпсіз, дәл және тиімді орындалуына мүмкіндік беретін негізгі құралдар. Олар атқаратын қызметіне қарай бірнеше топқа бөлінеді. Кесу, ажырату аспаптары, гемостатикалық қысқыштар, тінді ұстау және бекіту құралдары, жараны кеңейту аспаптары, тігуге арналған құрылғылар, диагностикалық зондтар, сүйек хирургиясына арналған арнайы құралдар, сондай-ақ тек ветеринарияға тән арнайы аспаптар туралы айтып өттік. Әрбір аспап нақты манипуляцияны орындауға бейімделген және хирургтың дұрыс қолдану дағдысын талап етеді. Хирургиялық аспаптарды дер кезінде тазарту, стерилдеу және дұрыс сақтау операцияның сәттілігі мен жануардың денсаулығының қауіпсіздігі үшін маңызды шарт. Сондықтан ветеринариялық тәжірибеде аспаптардың түрлерін, құрылымын, қолдану ерекшелігін білу болашақ маманның кәсіби құзыреттілігінің негізі көрсеткіші болып табылады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.